Мамандар дүние жүзінде жыл сайын жүзмың жер сілкінісі болады деп отыр. Олардың көбі әлсіз, тек сейсмограф құралы арқылы байқалатын болса, кейбірі бір айналдырғанда шыр айналдырады. Біздің бүгінгі әңгімеміз ірі жер сілкіністері жайында болмақ.Армысыздар. Видеоны соңына дейін қарап каналға тіркеліңіз, бізге сіздің пікіріңіз біз үшін мотивация береді. 2010 жылдың 12 қаңтарында жергілікті уақыт бойынша сағат 4:53-те Гаитиде жер сілкінісі болды. Бұл Гаити аралындағы ең ірі зілзала болды. Оның эпицентрі ел астанасы Порт-о-Пренстен оңтүстік батысқа қарай 22 километрде болған. Магнитудасы 7-ге тең бірнеше дүмпу тіркелген. Магнитудасы 15-ге тең 5 ірі дүмпу байқалған. Сілкініс Кариб және Солтүстік Американың литосфералық тақтасының жылжуынан пайда болған. 2010 жылы 18 наурызда болған апаттан 222.570 адам қаза тауып, 311.000 адам жарақаттанып, 869 адам із-түссіз жоғалып кетті. Мыңдаған тұрғын үй, барлық емхана қираған. 3 миллионға жуық адам баспанасыз қалды. Ел астанасы бір күнде үйінде астында қалған. Ашхабад жер сілкінісі 1948 жылы 5 қазаннан 6 қазанға қараған түні 1-ден 14 кеткенде болды. 9-10 балдық бұл жер сілкінісі Ашхабадтың 90%-ын қиратады. 110 мыңға жуық адам қаза тапты деген деректер болған. Өйткені адам шығынын есептеу мүмкін болмады. Бірақ 2010 жылы Түркменстан мемлекетінің президенті зілзала 176 мың адамның өмірін қиды деп айтты. 1995 жылдың 6 қазанынан бастап бұл күн зілзалада мерт болғандарды еске алу күні деп белгіленген. Бұл жер сілкінісі Сычуань провинциясында 2010 жылы 12 мамырда болды. Қытай сейсмологиялық бюросының ақпараты бойынша зілзала магнитудасы 8-ге жеткен, ал ақш-тың геологиялық қызмет орталығының мәліметі бойынша 7-9 болған. Жер сілкінісінің эпицентрі провинция астанасы Чэнду қаласынан 75 километр қашықтықта болды. Сілкініс Пекин және Шанхай қалаларына да сезілген. Тіпті Үндістан, Пәкістан, Таиланд, Вьетнам, Бангладеш, Непал, Моңғолия және Ресей сынды көрші жатқан елдерге де байқалған. 2008 жылдың 4 тамызында жарияланған ресми ақпаратта 69.197 адам қаза тауып, 18.000 адам із-түссіз жоғалып кетіп, 288.431 ауыр жарақат алған деп көрсетілген. 1908 жылы 28 желтоқсанда Мессин шығанағы және Сицилия мен Апеннин түбегінің арасында болған. Нәтижесінде Мессин және Реджо Калабрия қалалары қираған. Бұл Еуропадағы ірі зілзала. Сілкініс 28 желтоқсан күні сағат таңғы 5:20-де Мессин шығанағы түбінде басталады. Шығанақ түбіндегі дүмпу 15-20 минут сайын қайталанған биіктігі 3 метр 3 цунами туғызды. Екінші сілкіністе ғимараттар қирай бастаған. Сицилия және Калабария аралдарындағы 20 шақты елді мекен қирайды. Мессин қаласының 60 мың тұрғыны қаза тапқан. Калабрия жағалауының 2 ауылының тұрғындарының 43% мерт болған. Кей деректерде Вальдивия жер сілкінісі деп аталатын әлемдегі ең ірі зілзала. Бұл 9-5 балдық апат 1960 жылы 22 мамырда сағат 7:11-де Чилиде болды. Жер сілкінісінің эпицентрі Вальдивия қаласының маңында болған. Биіктігі 10 метр болған цунами жайпап өтіп, эпицентрден 10 мың километр қашықтықта жатқан Хило қаласын тіпті Жапонияның кей жағалауларында басып өткен. Нәтижесінде 6 мыңға жуық адам қаза тапты. $500 миллиард ақш доллары көлемінде шығын келген. Егер осы видеомыз ұнаса арнаға тіркеліңіз, сіздермен әлем арнасы.